Түркістан қаласында полиэтилен қаптама өнімдерін және скотч өндіретін жаңа зауыт өз жұмысын бастады. Казэкопарк жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің скотч шығаратын өндіріс желісі іске қосылып, алғашқы өнімдер өндіріле бастады. Зауыттың ашылу рәсіміне Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров қатысып, көпшілікті құттықтады. Зауыт құрылтайшысы әрі директоры Думан Халмет инвестициялық жобаны жүзеге асыруға қолдау көрсеткен облыс әкімдігіне алғыс білдіріп, Тұран арнайы экономикалық аймағының ұсынған мүмкіндіктері мен көмегіне риза екенін жеткізді. Жалпы біз үшін маңызды емес жобалар жоқ, барлық жоба маңызды. Осындай бағытта әрқашанда біз жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз тапсырмасында экономиканы әртараптандыру бойынша нақты тапсырма берген болатын. Сол бағытта біз жұмысты жалғастырып келе жатырмыз. Міне бүгін Казэкопарк скотч бұйымдарын, пластик бұйымдарын терең өңдеп, осында дайын товар шығарып, халыққа ұсынып отыр. Осындай жобаларымыз, игі бастамаларымыз көп болсын. Біздің ең басты мақсатымыз біздің жергілікті халыққа, тұрғында, біздің жастарға осында жұмыс ашып, орындарын ашып беру. Сондықтан жаңа кәсіпорын құтты болсын барлықтарымызға. Компания бастапқы және қайта өңделген шикізаттан полиэтилен қаптама өнімдерін өндіруге бағытталған өндірістік жобаны кезең-кезеңмен жүзеге асырып жатыр. Кәсіпорын отандық нарықты сапалы өніммен қамтып, импорт көлемін азайтуға және қайта өңдеу үлесін арттыруға үлес қосуды көздейді. Жоба 3 кезең бойынша жүзеге асырылады. Соның бірінші кезеңі іске қосылды. Бұл зауытта жылына 1 500 000 дана скотч өндіріледі. Өнімдер Қазақстан мен ТМД елдеріне жеткізіледі. Бұл жерде скотч өндірісін өндіреміз, орамыз скотчтары. Скотч болғанда оның әр түрі, қағаз скотч дейді, мөлдір скотч дейді, автомобильный скотч дейміз. Содан кейін екі жақтылы скотч деп, әр түрлі скотчтарды әр түрлі размерге өндіреміз. Сұранысқа қарай қанша метрге керек болатын болса, сонша метрге өндіріп бере аламыз. Бұл өндірісімізде қазір жаңа технология, заманауиласқан ең жаңа технологияны әкеліп қойып отырмыз. Осында қазір бізбен енді 20 адамға жұмыс беріп отырмыз. Бұл жерде біз енді Түркістан облысы әкімшілігіне, Тұран еркін экономикалық аймағының қызметкерлеріне және де даму қорына ерекше алғысымызды айтамыз. Бағдаулет Ерланұлы, Әбубәкір Анарбайұлы, 77 News.